Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге пияз нан пісіретін боламыз. Нанымыз өте дәмді болып шықты, арасы өте қатпарлы болып шықты. Ашытуды қажет етпейді. Менімен бірге болыңыздар, видеомды соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп алып, жылы суымызға тұзымыз бен ашытқымызды салып, араластырып, жақсылап орташа қамыр илейтін боламыз. Кішкене май қосамыз. Толық рецепті төменде описаниеға қалдырып кеттім. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, 2 нан шығады, 2 пияз нан шығады. Егер көп мөлшерде жасайтын болсаңыздар, 2 еселеп жасай берсеңіздер болады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Бір жасағаннан мінсіз болып шығады. Міне қамырларымыз дайын болды. Осылай пакетке салып бір шетке қалдырып қойдым. Енді арасына пиязымызды тураймыз. Менде көк пияз және кәдімгі жай пияз екеуін қосып, майдалап турап аласыздар. Және кішкене тұз, қара бұрыш септім. Жақсылап араластырамыз. Бір шетке қалдырып қоямыз. Енді қамырымызды алып, ашытудың қажеті жоқ. Сол уақыт аралығында жайып бастай берсеңіздер болады. Дайын қамырымызды алып, 2-ге бөліп алдым мен жаңғыруға ыңғайлы етіп. Жұмсақтау болып шықты қамырым. Арасына ұн себе отырып жаямыз. Қамырларыңызды өте жұқа қылып жайсаңыздар, нандарыңыз арасы қатпарлы болып, әдемі болып шығатын болады. Сол үшін өте жұқа қылып жайыла беріңіздер. Міне ұн себе отырып, оқтаудың көмегіменен үлкейтіп жайып аламыз қамырымызды. Қамырларыңызды үлкейтіп жайып болған соң, сармайларыңызды ертіп аласыздар. Дәл осылай жайып аламыз. Дайын болды, міне. Үстіне ертіп алған майымызды құямыз. Жақсылап барлық жеріне дейін қолдың көмегімен, болмаса щетканың көмегімен жағып шықсаңыздар да болады. Майымыз барлық жеріне біркелкі болып жағылуы керек. Сонда арасы нандарыңыздың өте қатпарлы болып шығады. Жасалуы өте оңай қыздар. Бір жасағаннан мінсіз болып шығады. Және сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Ортасын кесіп алдым. Пияздарымызды салып, бір шетінен ораймыз. Жартылай кесіп алсаңыздар, қамырларыңызды өте жұқа болып шығады. Арасы қамыр болып қалмайды әрі. Міне бір шетінен бастап ораймыз. Келесі қамырымызды да дәл солай орап шығатын боламыз. Шетінен бастап қайратын боламыз. Қатты тығыздап ораудың қажеті жоқ. Не дәл осылай орап шығасыздар соңына дейін. Противенімізді аламыз енді. Майлап алдым противенімізді. Осыған әдемілеп жайғастырамыз. Және келесі қамырымызды жалғап орап қоямыз. Үстін кішкене басып қойыңыздар дәл осылай. Үстіне енді жұмыртқамызды жағамыз. Және қаласаңыздар күнжіт мак сепсеңіздер болады. Мен бүгін күнжіт сеуіп қойдым. Пештеріңізді алдын ала қыздырып алыңыздар. 200-220 градуста қызарғанша сосын пісіріп аласыздар. Пештеріңізге қарап көресіздер енді. Дайын болды. Пісіріп алдық. Осындай қып-қызыл болып, әдемі қытырлақ болып пісті.
менің видеом ұнап жатса, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Қазақша контенттің дамуына үлестеріңізді қосыңыздар. Лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Назарларыңызға көп-көп рахмет, ас болсын.